Сәлем достар, сіздермен бірге керек кеңес арнасы. Бүгін біз сіздерге аяқтан шығатын жағымсыз иістен бірақ сәтте арылудың жолдарын айтатын боламыз. Аяғыңыздан иіс шығып, ыңғайсызданып жүрсеңіз, сүйікті аяқ киіміңізден жағымсыз иіс шығып, көпшілік орындарда ыңғайсыз жағдайға қалдырады ма? Одан арылудың жолдарын іздеп жүрсеңіз, сұрағыңызды алдыңыздан шықты дей беріңіз. Негізгі аяқтағы иіс түрлі жолдардан пайда болады. Сапасыз аяқ киімге тап болсаңыз, иіс шығатын болады. Кей адамдардың ішкі ағзасында түрлі өзгерістер салдарынан да иістен арылу қиынға түседі. Ол үшін арнайы дәрігерлердің тексеруінен өтіп, емдік шаралармен алдын алған дұрыс. Жасы келіп қартая бастаған адамдардың денесінен арнайы токсиндердің бөлінуінің нәтижесінде де иіс шығуға алып келеді. Тек аяқтан ғана емес, бүкіл дене терісінен шығатын жағымсыз иістен арылу қиын емес. Жиі салқын сумен шайып тұру ғана. Ұзақ уақыт жуынбай тазалық сақтамаса, дене мен киімдерге иіс біржолата сіңіп қалуы мүмкін. Тағы да бір дерек. Аяқ иісінің жұқпалы болып келуі, аяқ киіміңізді немесе шұлығыңызды өзгемен ауыстырып кисеңіз, оның иісі сізге де жұғады. Сондықтан да абай болуды ескертеді мамандар. Бәрін айт та, бірін айт. Иіс қалай пайда болса да, болар іс болып, бояуы сіңді. Тек одан арылудың жолы қажет. Арақ пен спирт. Аяқ киіміңіздің ішін кәдімгі арақпен сүртіп шығыңыз. Немесе оның орнына нашатыр спиртін пайдалансаңыз болады. Мақтаным араққа немесе нашатыр спиртіне малып алып, аяқ киімнің ішкі бөлігін толық қамтып, ылғалдандырып шығасыз. Бірден кимей оның кепкенін күтіңіз. Тұзды су немесе ас содасы. Тұзды судың немесе ас содасының суына аяқ киіміңізді 2 күн бойы ұстау. Бұл әдіс қиындау болып көрінгенмен ең пайдалысы. Кез келген аяқ киіміңізді дәл осы әдіс бойынша буға қойсаңыз, ішіндегі вирустар мен бактерияларды толықтай жояды. Белсендірілген көмір. Иісті жоюға арналған тағы да бір таңқаларлық әсердің бірі тұз ұнтағы мен белсендірілген көмір ұнтағы. Мақтадан жасалған ауа өткізгіш шұлықтың ішіне тұздың майда ұнтағы мен белсендірілген көмір ұнтағын араластырып, аяқ киіміңіздің ішіне 2 түнге қалдырыңыз. Келесі сірке суы. Аяқ иісінен арылуға сірке суының да көмегі бар. Суға араластырылған сірке суымен аяқ киіміңіздің іші мен сыртын толық сүртіп шығыңыз. Бұл әдісті жиі жасап тұру қажет. Мысалы, аяқ киімді 2 рет кисеңіз, ортада 1 рет сүртіп тұрыңыз. Хош иісті эфир майы. Біз ұсынар соңғы әдіс. Хош иісті эфир майы иісті ұзақ уақытқа шығармай тұратын бұл кеңесті де жиі жасап тұрыңыз. Кез келген жұмсақ мата немесе мақтаға хош иісі бар майдың 1 немесе 2 тамшысын тамызып, 1 күн тұрғызсаңыз, бірнеше күн иіс сақталып тұрады. Жылдың қай мезгілі болмасын, аяқтағы иістің болары даусыз, әсіресе ер адамдарда. Қандай аяқ киім кисеңіз де таза ауаға желдетіп тұруды ұмытпаңыз. Сіздермен болған керек кеңес арнасы. Осы кеңестерім сіздерге ұнаған болса, арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де достарыңызбен бөлісіңіздер. Рахмет!